Сәлем достар, бұл уақытпен өлшеу YouTube каналы. Бүгінгі біздің шығарылым өткен шығарылымдарға қарағанда ерекше болмақ. Бүгін біз әдеттегідей белгілі кино актерларын емес, қазақ сахнасында өз өнерімен халықтың көңілінен шығып, махаббатына бөленіп келе жатқан Жүгінісовтер отбасы мүшелерін уақыт қалай өзгерткенімен бөлісетін боламыз. Иә, Жүгінісовтер отбасының сахнада жүргеніне біраз жылдар болды. Олар өнерге кішкентай болып келіп, халықтың көз алдында өсіп келеді. Әкесі де, анасы да өнер адамы болғандықтан, үш ұлы да өнерге жақын болып өсті. Жүгінісовтер отбасының отағасы Ербол Жүгінісов. Ербол өз заманында би өнерімен айналысқан. Отанасы Айнұр Жүгінісова Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық қазақ музыкалық драма театрының актрисасы болған. Айнұр ханым Алматыдағы өнер ордасын бітірген соң ата-анасының қалауымен Орал қаласына қайта қайтады. Бірақ онысына еш өкінбеген, себебі осында ол болашақ жолдасымен жолығып отау құрған. Ербол мен Айнұр гастрольдік сапарда жүргенде танысады. Айнұр ханым жолдасымның менің адамым екенін демінен сездім деген екен бір сұхбатында. Ербол мырза Айнұр ханымның сұлулығына ғашық болса, Айнұр ханым Ербол мырзаның сыпайылығы мен сабырлығын қатты бағалапты. 2000 жылдары екі бүлдіршіні бар осы жанұя Астана қаласына көшіп келеді. Астанаға қоныс аударуларының да өзіндік мағыналы себебі бар екен. Айнұр ханым өздері 6 ағайынды болған, оның үшеуі де осы жерден екен. Сондықтан үлкен кісілер басқа балаларына жер аударуға кеңес беріпті. Сөйтіп Астана қаласының тұрғыны атаныпты. Алғашында әрине күнкөріс жағы қиын болды. Кейіннен жеке кәсіппен айналысып, жұртпен елесіп кеткендерін айтады. Кейін Айнұр ханым ағайынды Жүгінісовтердің продюсері болады. Әрине, әкенің қанымен, ананың сүтімен дарыған қасиет 4 перзентті өнерден кенде еткен жоқ. Бүлдіршін кезінен сахнаға шығып бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты атанған жас толқын өнерпаздардың бірі Рүстем Жүгінісов 1995 жылдың 4 наурызында Орал қаласында дүниеге келген. Ол жас болса да Қазақстанның атынан көптеген байқауларда өнер көрсетіп, жеңімпаз атанған. Каирда өткен Фидов, Варшавада өткен Конин байқауларының қатысушысы және Мәскеуде өткен Зажги свою звезду байқауының бірінші орын иегері. Қазақстандық X-Factor жобасының финалисті. Анасы бір сұхбатында Рүстемнің тілі ерте шықты. Бір жасында тәй-тәй бас бұрын естіген әндерін ыңылдап қоса айтып жүреді. Кейін қонаққа барсақ та, базарға барсақ та, адамдардың алдына шығып ән шырқағанды ұнататын. Оны біліп алған туыстар, көршілер қызықтап ән айтқыза беретін еді. Пойызбен сапарға шықсақ, вагондарды аралап ән орындап кететіні бартын. Сөйтіп, футболкасының етегін тәттіге ақшаға толтырып мәз болып келеді. Онысына мен ұялып, олай жасауға болмайды десем жылайды. Ата-жесі тыя берме баланы, ертең сендерді асырайтын осы бала деп айтатын. Расында 6-7 жасынан бастап ән салып ақша таба бастады. Өзі кішкентайынан сондай берекелі бала болғанын айтады. Қазір Айжан есімді қызға үйленіп, Айдай және Омар есімді балапандардың әкесі атанып отыр. Алғаш отау құрған жылдары келіншегімен бірге дуэт айтып бастаған болатын. Себебі келіншегі Айжанда дәстүрлі әнші еді. Дегенмен 2-3 жылдың көлемінде Рүстем Жүгінісовтің бағыты мүлдем өзгерді. Ол өзінің әдемі даусын Алла жолында Құран оқуға арнап жүр. Тыңдармандары әлеуметтік желіде Рүстемнің әдемі даусымен шақырылған азан, Құран аяттарын тыңдайды. Бұл әулеттің екінші ұлы. Қазіргі кезде бір әні хитке айналып, өз өнерімен барлық жұртты таңғалдырып жүрген Мирас Жүгінісов. Мирас өз сұхбаттарында даусының әдемі болғанына қарамастан мүлдем әнші болғысы келмегенін айтады. Оған әншіліктен гөрі спорт өте жақын болған. Әсіресе карате, бокс, футболмен айналысқан. Ол өзінің болашағын спорттан немесе бизнестен көретін болған. Бірақ ағайынды Жүгінісовтер тобы құрылғанда Мирас ағасы мен інісінің қасына топ атына сай болу үшін қосылғандай. Дегенмен Мирастың өнері бәрібірде оны үлкен сахнаға алып келді. Бірақ Рүстем ағасы қатты ауырып, оның орнына Грузияда өткен халықаралық байқауға Мирас барады. Осы байқауда Мирас гран-при жеңіп, осыдан оның өнерге деген махаббаты қайта ашылады. Қазіргі оның танымалдылығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазақстанның барлық қалаларында оның жанкүйерлері өте көп. Хит әндері бірінен соң бірі шығуда. Оның продюсері белгілі блогер Әден Марғұлан. Мирас қазір үйленбеген, бойдақ, ағасы да, жолы кіші, інісі де отбасылы болған Мирастың жүрегін қандай қыз жаулайтыны баршамызға қызық. Дегенмен ол бір сұхбатында
Анасы әкесінен, жеңгесі ағасынан 2 жасқа үлкен екенін айтып, өзінің де 2 жасқа үлкен қызға үйленуі мүмкін екенін жеткізген еді. Жүгініс бір отбасының 3-ші ұлы Мұхаммед Али. Оның жасы қазір 19-да. Жас болса да ол қазір бір отбасының отағасы, әке атанып та үлгерді. Дегенмен Мұхаммед Али жеке өмірін жария етуді қаламайды. Мұхаммед Алидің де өзіне тән әдемі дауысы бар. Кішкене кезінен бастап халықтың көз алдында жүрген Мұхаммед Алиді халық Джастин Биберге ұқсатады. Ал өзі Майкл Джексонға ұқсағысы келетінін айтады. Жүгініс бір отбасының кенжесі Альтаир. Оның жасы әзірге 8-де. Ағалары інілерінде дауысы өте жақсы екенін айтады. Бірақ оның арманы футболист болу екен. Ағайынды жүгіністердің барлығы да фонограммамен ән айтуға қарсы. Әрдайым жанды дауыста әндететін шараларға қатысуға тырысады. Олардың дауыстарының мүмкіндіктері әлі талай халықаралық байқауларда Қазақстанның атын шығарып туын желбірететініне сенімдіміз. Негізінен ағайынды жүгіністер тобы қазір тарады. Олар жеке шығармашылықпен айналысып, тыңдармандарын тауып, өнерден өз орындарын алып жатыр. Топта тарағанмен өмірде ешқашан ажырамайтын ағайынды жүгіністердің отбасына тек қуаныш, бақыт тілейміз. Егер осы шығарылым ұнаса, лайк басамыз, каналға тіркелеміз және пікір қалдырамыз.